Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін панкейки пісіреміз. Ең бірінші айранға ас содасын қосып жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 5-10 минутқа қойып қоямыз. Жұмыртқамен қантымызды жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін айранның үстіне қосып тағы да бір рет араластырамыз. Ұнымызды илектен өткізіп, тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Екі ас қасық май құямыз. Менде зәйтүн майы. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін қызып тұрған табада екі жағын пісіріп аламыз. Тез әрі жұмсақ болып шығатын панкейкіміз дайын. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий күтемін. Рахмет.